Бүгінгі видеода сіздермен Bybit биржасына способ оплаты жалғайтын боламыз. Ол үшін бізге сіздердің ашқан карталарыңыз бар, сол картаның 16 саны керек. Осы 16 санды Bybit биржасына тіркеу арқылы біз криптоны сатып алып сататын боламыз. Ең бірінші біз басты бетте отырамыз, осы бетте бізде еще деген таңдаймыз. Одан кейін сізде жоғары жақта P2P торговля деп тұр, соны басасыздар. Торговать деп басамыз. Міне, мына жақта, оң жақта, жоғары жақта 3 точка бар. Соны басып, пользовательский центр деген бар, соны кіреміз. X басамыз. Міне, мына жерде способ оплаты деп тұр. Способ оплатыға добавить деп басамыз, плюс қоямыз. Банк трансфер дегенге қай банкты тіркейсіздер, соны іздейміз. Мысалы, біз пример ретінде Каспий банкты тіркейміз. Каспий банк, банктегі сіздің аты жөніңіз, дәл сол банктегідей жазылу керек. Мадина, фамилияңызбен бірге. Бәрібір орысша жазсаңыздар да болады. Банк аккаунт номер деген жерге біз 16 санды жазамыз. Міне осы жерге 16 санды вставить етеміз. Разрешит. Банк бранч деген кезде Каспий банк деп жазамыз. Қай банк бар, соны жазып қойсаңыздар болады. Подтвердить. Код келу керек, қазір аутентификаторға. Аутентификаторға кіреміз. Қызыл біткен күтеміз. 0.15 549 цифр ауысып кеткенше үлгеру керекпіз. Міне достар, біз сіздерге дәл қазір тіркедік. Дәл осылай сіздер қандай банктеріңіз бар, барлығын осылай тіркеп шығасыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.